Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш, назарларыңызда информбюро жаңалықтары, студияда Мақсат Толықбай және Айда Боранбай. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Мұнайдан түскен табыстың бір бөлігін әр қазақстандықтың шотына аударып отырса, Қазақстан ақштың деңгейіне жете ме? Елімізде пара алудан рекорд жасап жүрген қаржы полициясы енді өз-өздерін ұстай ма? Әскерге қуанып кететін қазақ жігіттерінің тағдыры неге өліммен аяқталады? Қызылордадағы қалалық перзентхана құлаудың аз алдында тұрса да, ғимаратты күрделі жөндеуден өткізуге билік неге асықпайды? Осы және өзгеде жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Қызылордадағы 200 орындықтық перзентхана апатты жағдайда тұр. Алматыдан арнайы келген сейсмологтар ғимаратты пайдалануға болмайтын осыдан 7 жыл бұрын ескертіп шешім шығарған. Соған қарамастан адам өміріне қауіпті нысанда босанушы әйелдер саны шамадан асып сыймай отыр. Қалалық перзентханада күніне 15-20 нәресте дүниеге келеді екен. Алайда әйелдер босанатын негізгі ғимарат апатты жағдайда тұр. Қабырғасы қақырап, іргесі ыза судан сөгіліп жатқан нысанды нығайтып, бекітуге қаражат қаралмаған. Ескі заттың аты ескі зат, ол жаңа дүниеде бола қоймайды. Бізге енді жаңа перзентхана салынады деп шешім қабылданғанда да 3 жылдан асып кетті. Әлі қозғала қойған жоқ. Перзентханада төсек орында жетіспейді. Мәселен, 2 адамға шақталған палаталарда нәрестелермен қоса қазір 4 әйелден жатыр. Радым болғалы бері осы радымда мен қанша бала тудым. 6 баламды осы радымнан өргіздім. Енді менің немерелерім осыдан 3 бірігі осыдан шығарып алып отырмын. Құдайға шүкір. Бірақ радым енді жылда ремонт болады, жылда не болады. Жыл басынан бері 2000-нан астам сәби дүниеге келсе, оның 10%-дан астамы шала туған. Ота жасалған кезде оларға оттегі жеткізетін баллондарда табу қиямет. Рас, авариялық жағдай деп елғаны танығалына, және сондықтан оған біз күрделі жөндеуге ақша бере алмай отырмыз. Біз апаттық жағдайда болғасын жаңадан құрылыс жүреді деп. Қазір 300 миллион теңге есеп шотқа түсіп тұр. 150 орындық және 50 орындық келушілерге арналған емханасы бар перзентхананың құрылысы әне-міне басталмақ. Егер қауіпсіздік шарасын ойлап, сапасы сын көтермей тұрған ғимаратты жапса, облыс орталығы лаждап отырған перзентханасынан айырылады. Ал мұнда жылына 6000-нің үстінде әйелдер босанады. Жания Өсерқұл, Тілегенбек Арыстанов, Қайрат Әкімбаев, информбюро, Қызылорда облысы. Жамбыл облысы Отар бекетіндегі 30-212 әскери бөліміне түскенне небәрі 2 күн ғана болған тағы бір жас сарбаз қайтыс болды. Алғашқы сараптама Думан Қанапиянов жертөледе асылып қайтыс болған деген қорытынды шығарды. Алайда Думанның редакциямызға хабарласқан туыстары соғысқа кетіп бара жатқан жоқпын ғой. 1 жылдан соң оралам деп әскерге қуана аттанған оның өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін емес деп отыр. 22 жастағы Думан Қанапиянов 17 мамыр күні Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат ауылынан әскерге аттанған. 20 мамыр күні Отар бекетіндегі әскери бөлімге түскен ол әлі ант қабылдап та үлгермеген. Тарбағатай аудандық әскери комиссариат өкілі Абдрахман Жұмашұлы оның әскерге сап-сау аттанғанын айтса, Думанның денесін туған ауылына апара жатқан Отардағы бөлімнің қызметкері Ораз Күшіков бұл оқиға туралы ешқандай түсініктеме бермеді. Сарбаздың туыстары оқиғаның анық-қанығын Қорғаныс министрлігі мамандарының тексеруін талап етеді. Министрлік өкілдері әскери бөлімде комиссия тексеріс жүргізіп жатқанын айтты. Үйлерінде белгісіз себептен өрт шығып, шатырсыз қалған Тимирязев көшесінің тұрғындары құзырлы мекемелерден көмек сұрауда. Мүліктерінің барлығын целлофанға орап, үстінде күрке тауықтай болып отырған алматылықтар ауа райын күнде бақылап, жауын болмауын тілеумен жүр. Күннің көзі бұзылса, баспанамызды қайта су басады дейді олар. Страдаем еще теперь больше даже. Ну, крыша сгорела. Мұнда тұру мүмкін емес. Ауа алғал, ыстың есі әрі тарқамаған. Жарықты өшіріп тастаған. Есіктері жабылмайды, төбем құлайын деп тұр. Ертең жауын жауса, судың барлығы үйіміздің ішіне төгіледі. Себебі шатыр әлі жабылған жоқ. Өз күшімізбен шатыр орнатуға шамамыз жетпей деп шамданған тұрғындар прокуратураға әкімшілікпен Нұр Отан партиясынан жәрдем сұраған екен. Олар су басқан үйлерінің ішін жөндеуге де құлықсыз. Себебі өрт біздің кінәмізден шыққан жоқ, оған көп жылдан бері жөндеу жұмыстарын жүргізбей келген пәтер иелері кооперативі жауапты дейді. Қазірде көп қабатты үйде сот сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы тек 30 күннен кейін ғана белгілі болмақ. Дәл осындай жағдай Түрксіб ауданында да болған. Мұнда 2 қабатты үйдің жарысы түгел жанып кеткен. 28 мыңға күнелтіп отырған зейнеткерлермен жағдайы жоқ отбасылар қоныстанған. Бұл баспананы жөндеу үшін атқамінерлер әр тұрғыннан $5000 қаржы талап еткен. $5000 ақылы деп отыр. Ағаштар жанды, 5 ағашы жан кетті. Оны алу үшін тағы ақша 20 мыңнан дейді, бір ағашты қию үшін. Бәрі ақша.
крышаға береміз ба, әлде теректерді қидыртамыз ба, әлде экспертиза шақыртамыз ба, білмеймін. Мемлекеттен, акиматтан ешқай жерден көмек жоқ. Ал тұрғын үйді несиеге жөндеу туралы мемлекеттік бағдарлама төңірегіндегі шу енді Ақтөбеден шықты. Наразы тұрғындар сапасы сын көтермейтін жөндеуге қарыз болғылар келмейтін айтып, қажетті құжаттарға қолдарында қоймаған. Алайда тұрғындардың қарсылығына қарамастан қалпына келтіру жұмыстары басталып кетіпті. Жөндеуге жұмсалған қаржыны сол үйдің тұрғындары бірнеше жылдың ішінде өтеулері тиіс. Документы, говорю, покажите, они даже документы не могут показать. Еріксіз қарызға батқандар енді не істерлерін білмейді. Жөндеуге келісім бермесе де айына 6000 теңге төлеуге міндетті. Талап орындалмаса пәтер тәркіленеді. Өйткені бөлінген ақша мемлекеттікі. Үйде көбісі зейнеткер адамдар. Олардың жағдайы көтере ала ма, көтере алмай ма? Соны біз келсек деп айттық. Ол жағынан ешқандай бізбен хабарласқан да жоқ. Қазір звондадық, хатта жаздық, ешқандай жауап жоқ әлі. Тұрғындардың кейбірі қол жинап жүргендердің алдауына сеніп қалғандарын айтса, енді біреулері қарсылығымызға қарамастан сыртымыздан қол қойып жіберген дейді. Міне, мынау менің үйім, 12-ші пәтер, 59-шы үй. Мен бұған қол қойған емеспін, бірінші рет көріп тұрмын, бірақ қолым тұр. Тұрғындарды даурықпауға шақырған әкімшіліктегілер мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлерге жеңілдіктер қарастырамыз деп жұбаттелді. Отбасының табысына қарап ай сайын кемінде 3000-нан 7000-ға дейін төлеуді міндеттемекші. Тұрғындарға пайызсыз және кепілсіз осындай ақша беріп жатыр. Қала әкімшілігі дереу тұрғындардың жаппай қарсылығынан кейін қолдары толық жиналғанша жөндеу жұмыстарын уақытша тоқтатуға бұйрық беруіне тура келді. Айгерім Асқарбай, Баян Сағынбаева, Сұлтан Алмағамбетов, Азамат Жанспаев, Информ бюро, Ақтөбе. Қазақстанда сотты болғандарды түрмеден шыққан соң қайта әлеуметтік бейімдеуге күш салу керек. Бұл мәселеге реформа қажет деп есептейді сала мамандары. Осыған орай бүгін Шымкентте Норвегия корольдігінен арнайы келген өкілдер өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Шетелдіктер қылмыскерлер жазасын жеңілдету және темір тордан шыққан соң оларға жағдай жасау жағынан біздің еліміз артта қалғанын айтып отыр. Заңдағы өзгерістермен немқұрайлы болып отыр қазіргі таңда. Ең бастысы мен осы біздің еліміздегі әрбір әкімді, әрбір облыстың, қаланың әкімін үндеу тастау арқылы осы аймақтарда қайта әлеуметтік бейімдеу орталықтарын ашуға шақырамын. Сондай-ақ шетелдіктер Қазақстан түрмелерінде жазасын өтеп жатқандардың шектен тыс көп екенін алға тартады. Ал Норвегия корольдігінде сот үкімінен кейін түрмеге түсуге кезек күтеді екен. Ол уақыт ішінде сотталушы ойланып, өз қатесін түсінуіне мүмкіндік алады дейді шетелдік мамандар. Сонымен қатар бұл елде орташа деңгейдегі есірткі қылмысы немесе ұрлық секілді қылмыстар үшін небәрі 3 айға дейін қамауға алынады. Бұл жалпы қылмыскерлердің 70%-ын құрайды екен. Және жалпы сотталғандардың басым бөлігі шартты түрде сотталады дейді. Ал Қазақстан мамандары елдегі сотталғандардың 50%-ы қайтадан түрмеге тоғытылып жататынын, 10 жылдың ішінде оны адам қатарына қосудың тым қиын екенін айтып отыр. Бүгінде оңалту орталықтар тек Шымкент пен Павлодарда ғана жұмыс істеуде. Еліміздегі кез келген заң кәсіпкерден ақша бопсалау үшін жасалады. Ал министрліктер ақша табу үшін баршаға ортақ талап ойлап тауып, оны барлығымызға міндеттейді. Қаржы полициясы басшылығымен кездескен кәсіпкерлер осыған назар аударуды өтінді. Онымен қоса қадағалаушы тексеруші органдардың саны қазір 2 есеге артып 120-ға жеткен. Қаржы полициясының жаңа басшылығына осындай базын айтқан кәсіпкерлер мәселеге көңіл бөлуді өтінді. Кәсіпкерлерден параны ең көп алатын кеден мен салық комитетінің қызметкерлері жыл басынан бері қозғалған 10 қылмыстық істің 6-ы кеденшілерге қатысты. Онымен қоса Бостандық ауданының сәулет және құрылыс басқармасының бастығы Сағынбеков дүкен ашуға рұқсат беру үшін $2000 алған. Парамен қолға түскендерді атап өткен Әмірхан Аманбаев өз қатарымызды да тазартып жатырмыз дейді. Өзіміз ішімізді тазалауға кірісіп жатырмыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, ол көптеген жағдайда біздің кейбір қызметкерлердің өздері осына қатысы болып шығып жатыр. Қазіргі жағдайда бүгінгі күнге дейін бізде жоқ, бірақ жаңағы өзіміздің шараларды қолданып, кім қандай несі бар, қатысы бар, қандай бизнеске, кім-кімге қандай қолдау көрсетіп жүр, осыны анықтау біздің негізгі міндеттеріміз. Ал кәсіпкерлер мемлекеттік органдардың ақша табу жолдарын жіпке тізіп берді. Атап айтқанда тауарға сәйкестік сертификат беру, тауардың кедендік құнын шығару сынды қызметтер үкіметтің қаулысымен бекітілген міндетті шаралар екенін атап өтті. Бірақ қаржының кімдерге кетіп жатқаны белгісіз дейді.
Ежемесячное обслуживание кассовых аппаратов. Ай сайын кассалық аппараттарда арнайы барып тексертуіміз қажет. Жаңасы 7, ескісі $9. Оған қызмет көрсететін жеке сектор. Бірақ бұл талап қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген. Оны орындауға бүкіл республика міндетті. Ал кедендік брокерлар кеден мен салық заңнамаларын миналы алқапқа балап отыр. Әр баба ақша бопсалауға негізделген. Салықтан түсетін қаржының 10% кәсіпкерлерге салынған айыппұл есебінен жиналған деп ашынады. Кеден саласында тәуекелді басқару жүйесі бар. Ол тәуекелді төмендетпейді, керісінше кәсіпкерлерге кедергіні арттыратын жүйе. Сонымен қатар қадағалаушы тексеруші органдар қатарда өткен жылдармен салыстырғанда еселеп артып 120-ға жеткен. Олардың әрқайсысы құзырын кеңейтіп ақылы қызметті арттыруды көздеп отыр дейді кәсіпкерлер. Қаржы полициясы кәсіпкерлер тарапынан жасалған өтініш тілектерін жаңадан әзірленетін заң жобаларына ұсыныс ретінде енгізіп, тосқауылдардың азаюына ұйытқы боламыз деп сендірді. Ұлан Тәліпбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31 телеарна. Ал Астанада Қазақстанның Давос атанған экономикалық форум басталды. Оған әлемнің түрлі елдерден 11 бірдей Нобель сыйлығының иегері қатысып отыр. Форумда сөз сөйлеген Қазақстан президенті әлемдік дағдарысқа қарсы шығу бағдарламасын қабылдап, дүниежүзілік валюта енгізу мәселесін көтерді. Нұрсұлтан Назарбаев еліміз кез келген экономикалық дағдарысқа дайын деп мәлімдеді. Астанада өтіп жатқан 5-ші экономикалық форум шақырылған делегаттардың саны жағынан ең көлемді шараға айналды. Нобель сыйлығының лауреаттары қазіргі және бұрынғы мемлекет басшылары мен дүниежүзілік банктерден келген 8 мыңға жуық форум қатысушылары әртүрлі саладағы мәселелерді екінші күн бойы талқылап жатыр. Оның ішінде әлеуметтік жүйелердің әсері мен әлемдік экономиканың қиындықтары кеңінен сөз болды. Баспасөз орталығына жиналған отандық және шетелдерден келген тілшілер қауымы көрсеткіш тақтадағы ақпаратты жазып үлгермей жатты. Всего же в мире каждый третий работник трудоспособного возраста или 1 миллиард 100 миллионов человек вообще не имеют работы, либо живут вместе с семьей на менее чем $2 в день. Президент өз баяндамасын әлемдік экономиканың жағдайы мен халықаралық қатынастар жүйесін суреттеуден бастады. Мемлекет басшысының сөзінше, жұмыссыздық бүгінде тіпті Евроаймақтағы алдыңғы қатарлы елдерді де басып алған. Көрсеткіш бойынша жұмыссыздықтың деңгейі өткен ғасырдың соңынан да озып шыққан. Тіпті жағдайды әлемдік валюта қоры мен дүниежүзі банктері осы мемлекеттердің экономикасына құйып отырған миллиардтаған долларда құтқарып қала алмай жатыр. Но каждый новый $1 миллиард способен породить миллиард новых социальных проблем. Как говорят, пожар тушит бензином. Президент бұл мәселелердің шешімін әлемдік экономика реформасынан көретін жеткізді. Бұл ретте тек 8-дік пен 20-лықтан емес, барлық елдерді жұмылдыру керек екенін мемлекет басшысы атап айтты. Сондықтан да Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы G-Global деп аталатын жаңа диалог алаңын құруды ұсынған болатын. Бүгін осы жобаның негізгі 5 талабын атады. Первое. Эволюция, а не революция. Считаю, что человечество исчерпало лимит на революции и мировые войны еще в прошлом веке. Поэтому сегодня вся мудрость человечества состоит в том, чтобы сохранить наш мир. Иначе самоуничтожение. Сондай-ақ ел басшысы әлемде соңғы 5 жылда күтіп жүрген экономикалық дағдарыстың жаңа толқыны қазақстандықтарға қорқынышты емес екенін айтты. Биліктегілер осы уақытқа дейін қауіпсіздік шараларын ойластырып қойыпты. Мұнайдан түскен түсімді ұлттық қорларға сақтаған, ал қор ұлттық банк активімен бірге $86 миллиард жеткен. Осыған қарамастан президент қазақстандықтарды қарызға өмір сүрмеуге шақырды. Сладкие, легкие кредиты являются ловушкой, и перестать надо жить в долг и на кредиты. Что мы и сейчас и делаем. Ал Қазақстанның сыртқы қарызы тым төмен дейді президент. Ильмар Залиев, Әділхан Шайков, Роман Бөкеев, Азамат Жаныспаев, Информбюро, Астана. Алда көретіндеріңіз. Төтенше жағдайлар қызметі тосын жағдайға қаншалықты дайын? Болашақта болжайтын Фарух пен Санжар жайлы естіпедіңіз. Ағалы-інілі балалардың бойына ерекше қасиет қалай қонған? Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Қос жанарынан айырылған балаларға айналасындағыны сезудің жаңа мүмкіндігі туды. Ақпаратты көру әдісінің арқасында көздің көмегінсіз сырттағыны сезіп білуге болады екен. Еліміз ашылған жаңа ақпаратты көру орталығы мамандары науқас жандардың дертін жеңілдетуге болады деп отыр. Ал әлемнің 12 еліне таралған жаңа тәсілді меңгерген жан қабырғаның арғы жағындағы затты байқап, оның түр-түсінде ажыратып бере алады. Қалай берді емтиханда бақытты билетті қолға түсіретіндердің көбі де осы әдісті меңгергендер екен. Убираем красный и зеленый. Ой, как далеко тянуться, но мы дотянемся. Фарух. Убираем желтый и синий.
Ағалы інілі Фарух пен Санжар көздеріне қара көзілдірік киіп ақ кез келген сөзді мәтінді оқып бере алады. Бұған қоса заттың қағаздың тұсын ажыратуда балалар үшін қиындық тудырмайды. Бір қызығы ақпаратты көру әдісін үйрену 13 жастағы Фарухқа да 6 жастағы Санжарға да аса күрделі бола қоймапты. Ең бастысы балалар ерекше тәсілдің қасиетін жақсы біледі. Открывается еще одна клетка мозга. Миымыздың тағы бір клеткасы ашылады. Нәтижесінде мидың жұмыс істеуі жақсарып, интеллектуалды дәрежеміз көтеріледі. Сөйтіп көруіміз, оқуымыз, ақпарат алу деңгейіміз өседі. Мен мысалы қазақ тілі мен математикадан қазір мүлдем қиналмаймын. Алғашында анасы ұлдарының интеллектуалдық деңгейі өссін деген оймен келгенді. Алайда небәрі 3 айдың ішінде Фарухтың ауа райын болжап, жоқты табатын қасиетінің қатар ашылғанына әлі күнге сеналар емес. Каждое утро предсказывает погоду. Күнде таңертең ауа райын болжап береді. Ақшаның қай жерде тұрған сезеді. Кейде кілтті таба алмай жүрсем, оның тұрған орнын айтады. Теледидардан танымдық бағдарлама көргенде де сұрақтардың жауабын алдын ала беріп отырады. Тіпті үйге қашан қонақ келетінін де айта алады. Адам сезгіштік қасиет арқылы шындықты жалғаннан ажыратып, кез келген сұрақтың жауабын бере алады дейді ақпаратты көру орталығының маманы. Тіпті азаматтар болашақты болжап, өткенге де шолу жасай алатын көрінеді. Ұстаздар ақпаратты сезу тәсілі, әсіресе қос жанары көрмейтін жандарға да үлкен көмек екенін айтады. Дети полностью, Біз осы әдісті қос жанары мүлдем көрмейтін адамдарға да қолданамыз. Алдымен науқастарды заттардың түсін тануға үйретеміз. Артынша қасық, пышақ, ыдыс аяқ сынды тұрмысқа қажетті заттарды қолға алып өз беттерінше қолдана алатындай жағдайға жеткізуге тырысамыз. Көзілдіріктің арғы жағынан айналасындағыны сезетін балалар жақын күндері 9 елдің қатысуымен өтетін халықаралық олимпиадаға жол тартпақ. Көлемді жобада еліміздің жанарынан айырылған науқас бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетпек. Лимара Салих, Нұрбол Қызықбаев, Қырат Акымбаев, Информбюро, Алматы. Ал бүгін еліміздің ең сұлу бикеші донор атанған әрбір адамның бетінен сүйді. Осылайша Мисс Қазақстан сенің күнің донор атты республикалық акцияны қолдап, аққан сырқатына шалдыққан балалар үшін қан тапсырған еріктілерге алғыс айтты. Қанша адамның бетінен сүйгенімді өзімде білмей қалдым. Олардың ішінде ерлер де, әйелдер де бар. Тағы бір рет сүйші деп бетін тосқандар қатары да көп болды. Мамандардың айтуынша Бауыржан қайырымды қорының ұйымдастыруымен өткізіліп отырған бұл шараның арқасында донорлар саны 15%-ға артқан. Игі мақсаттағы елеулі шараға қатысам дегендер қатары бүгінде көп болды. Шара онкологиялық ауруға тап болған балаларға қан жиып көмектесумен донорлар санын арттырып, халыққа қан тапсыру қауіпсіз екенін түсіндіруге бағытталған. Евровидение 2012 халықаралық ән байқауының бірінші жартылай финалының қорытындысы шығарылды. Алғашқы сайыстан сүрінбей өткендердің қатарында ресейлік әжейлер де жүр. Кейуаналар шырқаған ән жартылай финалда нағыз шоуға айналдырды. Ақтық мәреге жеткен ондықтың ішінде Румыния, Молдавия, Венгрия, Кипр, Греция, Дания, Ирландия елдерінің өкілдері кірді. Ал қалған ондық мамырдың 24 күн өтетін екінші жартылай финалдың нәтижесінде анықталмақ. Сондай-ақ байқаудың құрылтайшылары болып табылатын 5 мемлекеттің қатысушылары еш сайыссыз финалға қатысылады. Олардың қатарында Ұлыбритания, Франция, Германия, Испания мен Италия кіреді. Сонымен қатар Әзербайжан елдің әншісі өткен жылдың жеңімпазы ретінде финалға бірден шығатын болды. Евровидение халықаралық ән байқауы осымен 57-ші рет өтіп отыр. Биылғы сайыстың қатысушыларын Баку қаласы қарсы алды. Ал бүгін Халықаралық олимпиада комитеті 2020 жылғы жазғы олимпиада ойындарын өткізуге үміткер қалалардың шорт-листін белгілейді. Ал ресми кандидаттардың тізімінде Баку, Стамбул, Түркия, Доха, Мадрид қалалары еніп отыр. Ал олимпиаданың нақты қай қалада өтетінін Халықаралық олимпиада комитеті келесі жылы Аргентина астанасында анықтайды. Үміткерлердің арасында Европа жүрегінде орналасқан Мадридтің мүмкіндігі мол, себебі Мадридтің 2016 жылы футбол чемпионатын қабылдай алмайтыны белгілі болды. Сонымен қатар Катардың астанасы Дохада 2020 жылы футболдан әлем чемпионаты өтетіні Халықаралық олимпиада комитетінің қаперінде. Сондықтан Доханың олимпиаданы қабылдауға шамасы жеткенімен басшылық келісім бермеуі мүмкін. Ал 5 жыл қатарынан олимпиада ойындарын өткіземін деп құлшынған Стамбул қаласы тағы да үміткер қалалардың қатарында. Оған Каспийде көршіміз Баку қаласы қосылды. Дегенмен комитеттің мәліметтеріне сәйкес Бакудың тәжірибесі аздығы мен инфрақұрылымы аса дамымағандықтан бұл мәреден сүрінуі әбден мүмкін. Ал Информбюроның орыс тілді жаңалықтарынан кейін Фатмагүл телехикаясын жіберіп алмаңыздар. Бүгінге осы. Алда жардама және ауа райы мәліметі келесі кездескенше. Айдан аман, жылдан есен болайық.